Риск жасайтын риск көп. Риск жасайтын риск көп. Әлбек, келшеше тамаққа ыстық қойдым ғой. Әлбек, жей берем ал, маған бәрі қалдырмады, анау мұнау деп қазір. Болғаннан кейін сөйлеп отпа маған. Әлбек. Сонда ма, не үндемей? Бастасай ма? Әлбек. Әлбек. Тамаққа деп, Рон, яқуатын ма, жоқ, тұржыш? Жебеші. Жүрші, тамақ сойып, жүрш? Ішебеші, аш болса өзің ішебеші. Тамақ деп қоймайсың, жүрш, тамақ сойып. Ішпеймін деймін, ораза қазір. Ораза ұстағатсың ба не? Бұл бірінші күні ғой қазір деген ораза. Сен былтырда ұстадың ғой? Ораза дейтін жыл сайын келеді ғой. Жылына бір рет 30 күн бойы ұстау керек осы оразаны. Қойшы. Сен не ұстамайсың? Жоқ, мен ұстаған жоқпын. Кеп атыр ма не? Еркек, короче, кеп атыр. Не прикол ұстап отырсың сен? Ораза адамға прикол ұстауға болмайды ғой, білесің ба? Мынандай қылып жатай беруге болмайды. Мешітке барып намаз оқу керек, сауапта іс жасау керек, кітап оқу керек. Сен тек ауызашарға жақындағанда атып тұрасың тек. Ондай ораза қабыл болмайды, білесің ба? Осының бәрін біледі екенсің, не өзің ұстамайсың? Қой, мен Совет үкіметінің адамы қайдан ұстаймын? Совет үкімет деп қояды. Совет үкімет тарағаннан кейін 3 жылдан кейін туылдың ғой сен? 94-сің ғой сен? Шет жағасын көрдік қой деуір. Сосын мен дейтін бар ғой, андай не, шайға басыма барады, сол үшін ұстамаймын, аты ұстаймын ғой. Ондай күнәмда көп емес менің. Қоя қойшы, Қарасұлтанның жетеді. Нұртай қайда вообще? Көрінбей, тайырыңнан бері көрінбедім осыған. Нұртай білмейсің ба? Не? Өзгеріп жүр ғой қазір. Қалаға келді, екеумізді ұмытты, ақша тауып жүр, өзімен өзі бәріне жетеді. Біздің алғызын жұмыссыз екеумізді. Ашқа жатай беретін. Тұры, мен тамағын ішіп тойып алам. Той үшін жемейсің ғой? Жемеймін, іше бер. Әйтеу маған тамақ сұрап жүрме. Сосын жұмыссыз дейік, тауып алып. Болды уже. Неше серия болды, жұмыста болмай жүргеніміз. Келіші өнер кеніші Бәрді ұрпақ біреудің жеймісің Не істейсің керіші Ақылсы жүрген уақыт тез тұрлайды Көре берсең бауырым тез тұрмайды Жеңіс жолында жүрсе кеш тұрмайық Екіміз айтып отыр Бәрі қарат Жалғастырсаң миын тарылады Бәрі қарат Алмастырсаң жейсің қабылданады Қарындасым сізден дағыласыз Жалғастырсаң сізден қағындасыз Мағынасыз бірақ сағындасыз Тынышы алтын тағынасыз Менде бар ғой, дерзкий идея бар, ақша табатын. Қандай?Ошын банкке барамыз ғой, кіріп барамыз, қолымызда пистолет. Сал, бұл тонау дейміз ғой. Ішінде қыздар деп шыңғырады, сумка лақтырып жібереміз ғой. Ішіне ақшаны сал да. Бәрін дым қалдырма. Бәрін сал дейсің ғой. Йо-май, ана қыздар дейді, полиция шақырмаймыз, тиіспеңізші дейді да. Сумкалер алуан примерно 2 миллиардтай шығады ғой. Ал машина банктың алдына қиық деп келіп тұрады. Ішіне терезе ақшаны лақтырып жібереміз. Алдына отырып, го деп басамыз ғой. Дерзкий де емес па? Дерзкий. Бірақ білесің бе? Ұрлыққа түседі ғой. Сол кезде бастарына қара капрон келеді ғой, женский. Соның біреуі 420 теңге тұрады. Бар ма ақшаң? Ақша болғанда жаңа банк тұнауға баратын едік. Баратын едік қой, дерзкий. Ешін етпесе, басқа жұмыста қаламыз. Сен есі кілтедің ба? Кілтедім. Үтікті өшірдің ба? Өшірдім ғой. Ана кіргендерді салдың ғой әйтеуір да машинаға? Біреу қадап кетті ғой. Салған жоқпын? Қалай салмадың? Үшеуміздің кір киімі жатыр ғой үстінде. Біліп тұр, бәріміздің киіміміз сол жерде тұр. Бірақ үйде 1 грамм порошок жоқ. 5 килограмм порошок миф тұрды ғой үстінде. Қарамайсың ба? Өлке кіресің бе өзі? Дымы жоқ деймін, мифтің дымы жоқ. Сен екің жеп жүрген сияқтысың, Нұртай екеуің бар, айтайын деп жүремін соны. Постоянно сөйтесің да, бірдеңе тапсырса. Жүр енді, кешке негесің? Өзім барып салып кетем, кешке негесің сен? Кір барлық киім. Білмеймін, мандайсың ба? Құрсын ше, не мандай?
Короче, бір адрес жіберемін, екеуің срочно келіңдерші сол жерге, өтініш. Давай, мынау люстрасының өзі қымбат сияқты ғой мына ресторанның да. Енді яқтың шоты қалай шығады екен? Әйтеуір ақшасын төлей алмай екеуі 1500 теңгеден шығарып отыр. Добро пожаловать, друзья. Бүгін күнімді сендерге бауырларыма, достарыма арнадым. Дым қысылмаңдар. Менюді ашыңдар да қымбат дейтін тамақтарға заказ беріңдер. Болды қазір. Мөгем жыртылып отыр ғой. Қымбат дейді. Донер дерші. Қымбат тамақ дейді саған, қымбат. Фримен берсең. Донерден басқа дым жемеген ғой аға бұл. Қазір бар ғой, мен бұны менюде тілі келмейтін тамақ беріп шалқасынан түсірейінші мен оны қазір. Қазір бар ғой, мен оған фирменный тарелка деген тамақ берем бар ғой мен. Ой, қар тарелка деп беріп тұрмасын, мінекей 3000 теңге болды. Фирменный тарелка дейді. Ана тарелка істейтін фирма бар ғой. Содағы адамдардың бәрі заводта жұмысшылармен бірге келіп, көз алдында тарелка істейді. Сондай тамақ мынау. Жеге жақсылап тамақ іше алыңдар. Сосын шыққаннан киінуге барамыз. Киім алып беремін, сосын киноға қыдыртам. Ол былай тұрсын, 3 айдың квартирасын төлеп қойдым ол мен. Ағатай жақсы ағатай екен де, мына ағатайды айлы папик қылу керек, мына ағатайды ғой. Қазір ағатай, біз дейтін нелер бере береміз да, соқ бәрі бесіп олар жоқ. Мына ағатай дейтін жақсы ағатай болды. Пицца берші италиядан. Жеш ағатай, таусып қалса жеймін, анадан тұра тұршы секін таусып. О, жеттер, қай ауылдан келдіңдер? Ауылдан келдім ма? Қатырамын ға. Қаланықсыз ба аға? Қаланықпын. Көптен тұрасыз ба? Бұрыннан тұрам қалада. Мына жерге күнделікті келетін сияқтысыз ғой? 24-те 7 осындамын ғой. Завтрак, обед, ужин осындан ішем. Мына кафе почти менікі десем де болады. Онда ана киіміңіз неге адам ұқсап әнже іліп қоймаңыз? Албайсыз, столға іліп қоймысыз ғой. Қатып көткен жоқ ба да? Қатып жүгі жоқ ма? Ита тұрсылмейді ғой. Жыртылмашы. Қадансың ба осындай бір. Құтты ақша тапсаңдар болды, ауылды ұмытып көтпеңдерші, жайып бар ғой. Давай тез тамақтарын іше алыңдар, әлі киім алу керек сендерге үстеріңе. Киноға бару керек, шаруа жетеді. Ағатай киімге апарамын дейме біз, е? Кино дейді. Табиғизде олаға бар, екші. Давай, ас болсын, давай. Сен күштісің бірақ ең емес, сен байсың бірақ ең емес, әп-әдемі бірақ ең емес, сен мен емес, сен күштісің бірақ ең емес, сен байсың бірақ ең емес, әп-әдемі бірақ ең емес, сен мен емес. Бізге тең келетіндер жоқ қой, тағма отыр, тағма отыр, қолына кесе құлатта тағма отыр, мұнда өтшет. Сау, қош досым, Ахмет бауыр. Менің атынан хадия сендерге, подарка о. 120 мыңға шықты ғой, ойлашы. 3 пакет киім алып қой, толтырып. Қайдан тауып отырсың ақшаны, шыныңды айтшы досым. Не істейсің, біреудің қалтасында не жұмысың бар сен? Алып бердім болды емес пе? Жұмыс қалшы, крипте кәдім. Сені ме? Алмаймыз, қат жүгіретін адамдар керек бізге. Бауканы аламан, мен алмайды. Бауканы алмаймыз? Бәсе. Мақта. Сау өсте. Давайте. Жұмыстан сообщение келіп отыр, кеттім мен. Жұмысынан қалмады. Давай. Көп сұранбана, бастығыңа сәлем ет. Бірдеңе пісіріп жіберу керек еді бастығына. Ұят болды. Осындай досым барына қуанам бар ғой. Дерскі бака. Сеніміз? Үйге барайық та дерс тамақ пісіріп қояйық. Жұмыстан шаршап келеді ғой. Қатты жүгіретін жұмыс дей ма? Не жұмыс екен олай? Бірақ ақшасы көп еді, главный. Наконец-то, саған да қолым жетті ау. Парашют құмнау. Мал, мен сені тауып алам по-любому. Парашют? Сука!
бәсе екен. Ақшаны қайдан қырып тауып жүрден ғой. Арам ақша екен ғой бәрі. қыдыртып қояды ғой менің шөтінен деп кәдімгідей. Бізді киноға апарып киім алып беріп та бізге. Тұрды ғой міне өзі кән. Қаз, не бүлдірушсің сен білесің бе? Ана артынан дейді қандай бандиттар еріп жүр. 800 мың теңге кәсақ кіріп кеткенсің сен. Айтшы өзің. Сені бар ғой, ана ақтаудың ана басынан тауып алдық білесің бе? Бет аузың қан үсті басың шаң-шаң жатсың ғой кәдімгі талып сол жерде. Атанан саған аң-таң. Дәл кетті да? Қаз, тұршы екен, не деп жатырмын ғой? Қалада проблема аздай бар ғой. 800 мың теңге кәсаққа тығып жібергенесің. Басты кетіріп тұр бар ғой. Не істейсің? Не істейсің дейсің бе? Не істейсің? Айтшы кәдімгі планыңды. Енді не істейміз деп сөйле. Мен аңғаны біз алып кетті тұр кәдімгідей өзің кәсегін алып. Сол айттым ғой. Мана бар ғой, тамақты жемеу керек. Арам тамақ болып тұр ғой, арам тамақ кәдімгі. Сол 800 мың тек өз шаруаңа құрттың ба? Сендер де барсыңдар оның ішінде. Қалай біз барамыз? Тамақ алып бердің, киімдеріңді алып бердің, 3 ай үйдің ақшасын төлеп тастадың. Не сол 800 мыңды алып мен өзімнің жеке шаруама жұмсадым ба? Сендер де барсыңдар шеттерінде. Біз анастырмаш біз үйде отырған адамыз ғой, жұмыс істеп кәдімгідей. Соны айтам, біз не қатысымыз бар? 800 мың теңге өзің сол жерде бірдеме айналыстың ба? Сол доконца қойып та нағыл деп отырсың бізге. Басты кетірмеңдер. Ойбай, доспыз, анау қалаға барғасын бірге болайық, қайғыда да, қуанышта да деп өздеріңше ләпірдіңдер ғой ауылдан шығатын кезде. Қайда соң біреу? Какой-то 800 мың теңге үшін адам лақтырып батсыңдар. Сау болдың ба ол кезде? Не, уәдені тек ішіп отырып бересің ба не? Айттым ғой, берді ғой сен. Айттым ба? Басты кетірмең, 800 мың теңге қойып тастаймыз, болмаса аналар дейтін бізді бір жыл құл ұқсатып жұмсайды, түсіндің бе? Біздің дым асым жоқ, өзің барасың, бал көкеміз қаламыз осы жерде. Барасың, басты кетірмең. Бармаймыз деймін. Киім алған жоқсың ба үйдің тамағын? Берем ка киім. Бермей-ақ қой. Ладно, өйтіп айқайласып біреумен қырылып отырғаннан дым пайда жоқ. По-любому досымыз ғой, бірігіп проблемасын шешуіміз керек. Бұны шешіп берсе, мен братаным шешіп беремін. Риск жасайтын риск көп. Риск жасайтын